келесі Алматыдан шығар. Рахмет. Өткенде сен дүкен жанында Ақсамат келдіңдер деп айтылып. Рахмет. Алматыға әзірге білмеймін. 1-2 айда қайтып қалам. Рахмет. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты боп жүрген. Мен негізі баста Шымкенттен ашамын деп ойлағанмын. Біздің емес, Алланың дегені болады ғой енді. Осы жақтан ашу бұйырып тұр екен, Түркістаннан. Мен Түркістаннан аштым. Жақсы, рахмет. Жоқ, негізі Түркістандікімін. Шақырылмаған ғана қыз бұрылмаған жерге отырады деп. Анам я қазақ. Нүкіске сәлем. Мен не деп барам соңғы күнге, қызықсырма, не деп барамын? Шерхан досым емес болды. Өмірдің бәріне ренжіп отырған ба? Рахмет. Шерхан шақырған, білмеймін, келем деген. Келген жоқ. Келесің ба деп сұраған кезде жазғанда жоқ. Енді білмеймін, әрқайсының бір артына жүгіріп жүрмеймін ғой. Келесің ба, келмейсің ба деп шақырту жіберілді. Келгісі келген адамдар келді, келгісі келмегендер келмеді. Пони үйде. Екі ортада Айсұлтан досым болып кетті десе. Қосатын соң күні келмішті. Не деп барам? Не үшін барам? Қызықсыздар ма? Бақыт деген сенің бала күндерің. Жоқ. Маусым отыра берем ба десе. Біреу жазырыпты, осы нұрды да пенсияға шығарасыңдар сол жерден деп жүріп. Айданы шақырғанмын. Я Түркістанда қоштасу үшін барам ба? Пони Алматы үйде. Привет. Рахмет. Обучение ойда болып жүр, өзімде де. Ойланып жүрмін, ашайын ба, ашпайын ба, уақытша қалай болады екен деп. Рахмет. Маусым суына мен 2 рет кірілмегем, алдыңғы жылда кірмегем. Осы жылда кірмеппіз енді. Ну ладно дедік. Жоқ, қазірдің өзінде магазинде продавец қыз бар ғой. Мен өзім арасында барып кетемін. Ертең магазинде боламын, ертең келсеңіздер болады. Білмеймін, өзім бұрыннан кішкентай кезден арманым сол киім ашу еді. Соны ашқым келді.
мамам Айсұлтанмен сөйлескен жоқ менің. Сол видеода түсіп қалған да. Алдыңғы жылы ешқандай номинация алмағам. Ана арттағы гүлге мән бермеңіздер. Менің ренішім жоқ, оны қосса да қоспаса да лайық деп ойлаған адамдарды қосқан ғой. Мен қатып қойып жатырмын ба? Стримге кірілмей жатыр. Негізі бірінші стримге кіріп көрем ба деп ойлағам. Кірмегеннен кейін осы инстаграміне кіріп кеттім. Қызықсыздар ма? Біреу үшін не үшін олай жауап беріп, ана мүмкіндік берші, мына мүмкіндік берші деп жазасыздар.